Әтеш пен тоты. Ертеде ешкі құйрығы келтеде. Аң мен құстардың ішіндегі ең әдемісі, сымбаттысы әтеш болыпты. Сондықтан ол өте тәкаппар екен. Жүріп тұрса да маңғазданып, сылаңдай басады. Қоқырайып жүреді. Бірде-бір аңмен не құспен сөйлеспейді. Жалғыз серігі тоты құс болыпты. Ал тоты құстың үстінде жібі түзу, жөнді киімі жоқ екен. Бір күні тоты әлгі кербез әтешке келіп, «Досым, мен бүгін қонаққа бармақ едім. Жөнді киімім де жоқ. Мына түріммен қалай барамын? Мені сенің досың деп білетін ел мазақтайды ғой. Маған үстіндегі әдемі киіміңді бере тұршы» деп өтінеді. Әтеш досының сөзіне сенеді. Үстіндегі әдемі киімдердің бәрін шешіп береді. Сөйтіп, тоты құс жасанып тұрып киініп алады. Қай мезгілде келетінін айтады. «Егер мен кешіксем, дауыстап шақыр. Келмей жатсам, тағы да шақыр. Дауысыңды естейін» дейді. Сөйтіп тоты құс әсем киініп тойға кетеді. Бірақ ол қайтып оралмайды. Әтеш ол естісін деп үсті-үстіне шақырады. Ешқандай хабар болмайды. Содан күні бүгінге дейін Әтеш әдемі киімін киіп кеткен тоты құсты іздеп, таң қылаң бергеннен күн батқанға дейін айқайлап шақыра береді екен. Бұл ертегідегі тәкаппар деген сөздің мағынасы өр көкірек, мен өз құнын білетін деген мағынада. Ал маңғазданып дегеннің мағынасы кеудесін көтеріп, паңданып, тәкаппарланып деген мағынада. Сылаңдай басады деген сөздің мағынасы сәндене, кербез басып жүреді. Ал кербез деген сөздің мағынасы сән қой, керіліп созылған деген мағынада. Осымен ертегіміз аяқталды. Жақсы жатып тұрыңдар, әдемі түстер көріңдер балақайлар.